Баланың қаржылық сауаттылығына қатысты. Баланың ақшамен қарым-қатынасын қай жастан бастап түсіндіре беруге болады? Ақша сұрағаннан бастап. Мысалға, ол қазір 5-6 жаста бала ақша біледі. Көк ақшаның кішкентай ақша екен, қызыл ақшаның үлкен ақша екен балалар біледі. Мысалға, сізге чупа-чупс деп, ең бірінші, мен өзіме 3 баланың анасымын, үлкен ұлым 20 жаста, қазір кішкентай ұлым 6 жаста. Мен балаларға былай үйретем, өзім. Дүкенге барған кезде бір нәрсе аласың. Дүкенге барған кезде кәмпит, чупа-чупс, киндер бәрін бірдей емес. Біреуін аласың. Ол өмірде балаға таңдау жасап үйрену. Ол бірінші. Екінші, ең керегін алу. Екі. Үшіншісі, оған балаға айту керек. Міне менде 500 теңге бар. Осыған аламыз. Басқа ақша бүгінге болмайды. Жоқ деп айтуға болмайды. Бүгінгі бөлінбейді. Сол не үшін жаңағы отбасылық бюджет деп мен әр уақыт айтатын себебім, мысалға, әке-шешесімен таңертең кешкен жұмыста жүреді, бала қандай проблема үйде болып жатқан білмейді. Қанша әке-шешесі тауып жатқан, қанша несие жауып жатқан оны білмейді. Сондықтан балалар, мысалға, студент балалар, маған ананы алып бер, мынаны алып бар деп шексіз сұрап жатады. Ал балам басқалардан қалмасын, мені көрмегенде ол балам көрмесе екен деп, аналық әкешілік махаббат, жаңа материалдық дүниелерді алып беруге әкеледі. Итак, таңертең кешкен жұмыс істеп жатыр, осылар үшін деп бізде сондай дүниелер бар ғой. Сөйтіп балаға жаңағы қосымша нәрселерді алып береді. Сондықтан жанұяда инопланетян болмай, барлығы бір жерде отырып, бүгін қанша ақша табылып жатыр, қанша ақша жойылып жатыр, қанша ақша жанұялық бюджет, апталық қандай бюджетіміз бар, соның бәрі шектеулі керек. Біз неғұрлым оны жаңағы сезбей, қиын ол, сезіну, оны мойындау өте қиын. Неғұрлым біз оны сезбесек, неғұрлым оны мойындамасақ, біздің барар жеріміз белгісіз.